Балалар, көңіл күйлері қалай? Жақсы. Менде де жақсы көңіл күйім. Осы жақсы көңіл күймен балалар біз топқа бірден бөлініп алайық. Топқа біз бөлініп отырмыз, бірақ топтарымыздың атауы жоқ. Мына жерде бізде сөйлем түрлері берілген. Мозаика түрінде сендер осыны балалар құрайсыңдар. Құрағаннан кейін сендерде сөйлем шығады. Сол сөйлемнің қай түріне жататынын айтып, топтарының аты анықталып жатады. Қазір сөйлей бересің. Ал сен Айша, кесіз болады. Суреттерін бірінші қойып алыңдар да, соған қарап, сөйлемдерін байланыстырып алыңдар. Мозаика шығарсы болады. Я? Сұраулы сөйлем дейді. Қаны оқиыншы? Жарайсыңдар. Бұл қандай сөйлем түріне жатады? Жарайсыңдар. Сендердің топтарыңның аты сұраулы сөйлем болады, балалар. Сендерде қандай сөйлем оқышы? Biz aulada Dausınızı çıkarıp oturuz. Екіншісін. Biz судың жанына жақындадық. Біз судың жанына жақындадық. Үшіншісін. Атам жайлауда мал бағып отырды. Бұл сөйлемнің қай түріне жатады? Хабарлы сөйлем түріне жатады. Жарайсыңдар. Бері салмама. Сендер сөйлем болады. Сөйлемдерді оқып жера қойыңдар. Айнала қандай керемет. Есіктің алдын шашпа. Алақай кемпір қосақ шықты. Жарайсыңдар. Олай болса балалар, лепті сөйлем дегеніміз не еді? Лепті сөйлем дегеніміз көңілмен айтылған сөйлемді лепті сөйлем деп айтамыз. Көңіл күйді білдіреді, немесе бұйырып айтылған сөйлемдерді не деп айтамыз? Лепті сөйлем деп айтамыз. Ал сұраулы сөйлемнің ережесін айтып жіберейікші балалар. Сұраулы сөйлемдегі жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді. Я, балалар, көп алышмаймыз. Сендер ше, сендерде хабарлы сөйлем еді. Хабарлы сөйлем дегеніміз не, балалар? Хабарлы мақсатында айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейді. Жарайсыңдар, хабарлы сөйлем дейді. Жақсы балалар. Балалар, олай болса, біз топқа бөлініп алдық. Енді біз әдеттегідей өзіміздің миға шабуыл әдісімен жүйемізді жаттықтырып аламыз, иә балалар? Ал, кеттік. Бірінші оңайдыңыз. 1, 2, 3, сақтау қабілетіңізді жақсартады. Күнделікті сабақта қолданып жүріңіз ғой балалар, иә? Жарайсыңдар. Жақсы, өте жақсы. Ал енді балалар, біз қазір сөйлемнің түрлерін өтіп жатырмыз, иә? Өткен сабақтарды біз есімізге түсіріп қайталау мақсатында біз бот-бот жалғастыр деген ойынды ойнап жіберейік балалар. Ал олай болса кеттік балалар. Қазір мына жерде мен айтамын, сен жалғастыр дейді. Айтқан кезде барлығымыз бірге айтамыз. Түсінікті ма? Қай үшті таңдап аламыз? Үшті таңдап қойып. Сөйлемдегі сөздер бөлек жазылады. Дұрыс. Сөйлемдегі сөздер бөлек жазылады. Қай үшті таңдап? Жауап алу мақсатында айтылған сөйлем сұраулы сөйлем деп айтылады. Дұрыс. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлем сұраулы сөйлем деп айтылады. 5
есі ашылып кетті балалар. Сөйлемнің соңында есіңізге түсіріп жатырмыз, иә? Оның бәріміз алдағы сабақта өткен болатын. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді екен. 6. Сөйлемнің бірінші сөзі. Бұл жерде біз өткен сабақтарды есімізге түсіріп алдық. Олай болса балалар, бүгінгі біз сабағымыздың тақырыбымен танысып алайық. Сабағымыздың тақырыбы балалар бізде сұраулы сөйлем. Бұл сабақ бізге балалар 3 сабақ берілген. Бүгін 3-ші сабағын өтейін деп жатырмыз, иә? Сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем дегеніміз жаңа балалар айттық, жауап алу мақсатында айтылған сөйлемдерді сұраулы сөйлем деп айтамыз. Және біз ережелер жаттадық қой үйде, иә? Және сұраулы сөйлем жасайтын ма, не, ба, бе, па, пе өзі сөздердің алдында бөлек жазылады балалар, иә? Осы сөздер арқылы бізде сұрақтар құрастырылады екен. Мына жерде ережесі тұр. Қазір барлығымыз бірге айтып алайықшы. Жауап алу сұраулы сөйлем дейміз. Енді балалар, бізде оқулықпен жұмыс болады балалар. Кітаптарында ашыңдар, 94-95 ашамыз кітаптарында, оқулықты ашамыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатын сендерге айтып отырмыз. Сабағымыздың мақсаты бүгінгі естетін сабағымыздың мақсаты балалар бүгін сөйлем түрлерін ажыратуды үйренеміз, және дерек сөздің ішінен мәліметтер тауып үйренеміз. Және дәптерге жазған кезде, жазу жазған кезде үлкен әріппен кіші әріптің көлбеуін қатессіз әдемі етіп жазатын боламыз. Түсінікті ме балалар? Иә. Ал, кітапта 46-шы жаттығу берілген екен. 46-шы жаттығуда балалар берілген мен оқимын, өлеңдерілген екен. Сол өлеңдерді қазір сендер оқисыңдар. Түсінікті ме? Әр топтан екі оқушыдан дайындалып отырмыз. Өзінің қарындасы еңлікке өлең оқып отыр. Ал еңлік болса, өлеңдегі сұрақтардың жауабын таба алмай қиналды. Еңлікке көмектесейік. Ол үшін төмендегі өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқып, сұрақтардың жауабын дерек көздерден іздейік дейді балалар. Қай топтан оқимыз өлеңдерді оқып? Оқып. Бірінші есім дауыстап оқып. Шағын неге көшеді? Бастауын ширасын. Мұқтан неге ауады? Жаңбыр неге жауады? Шағын неге көшеді? Жарық неге өшеді? Екіншісі сен. Маса неге шағады? Жұлдыз неге ағады? Орман неге шулайды? Теңіз неге тулайды? Жарайсыңдар балалар. Мен қазір тағына екі топтан оқытып кетемін. Сосын осы өлеңдерден біз жауабын іздейміз. Ол үшін балалар, мен сендерге айтпақпын, иә, қараймыз. Өз-өздеріңді бағалап отырасыңдар. Қазір балалар оқып жатыр. Сіз даже бөліп алып қалдыңыз. Қарағы балалар. Ерасы мен Айсұлтан оқыды, иә? Екеуіне балалар 3 балл. Енді балалар, мына тоқтада екі оқушыдан оқытам деп. Тыңдаймыз балалар. Жауады. Шағын неге көшеді? Жарық неге өшеді? Ары қарай жалғастырамын. Маса неге шағады? Жұлдыз неге ағады? Орман неге шулайды? Теңіз неге тулайды? Жарайсыңдар, жақсы оқыдыңдар. Сендер де үшеуін белгілеп қойыңдар. Қазір біз сұрақтарға жауап іздейміз. Мұқтан неге көшеді? Жаңбыр неге жауады? Шағын неге көшеді? Жарық неге өшеді? Енді ары қарай Насыр оқи ғой. Маса неге шағады? Жұлдыз неге ағады? Орман неге шулайды? Теңіз неге тулайды? Жарайсыңдар. Сендер де өздеріңе үшеуін бояп қоямыз. Өз-өзімізді бағаламыз. Енді балалар, бұл жерде балалар бізге дерек көздерден жағанағы еңлікке көмектесейік дедік қой. Сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Алғашқы 4 қатарына біз жауап іздеп
табамыз, қалғанын үйде тауып келесің. Түсінікті ма? Енді бұл жерде бұлттар неге ауады дейді балалар. Ауа массасының ағымы болғандықтан ол не істейді? Ауады екен. Жаңбыр неге жауады дейді? Айта ғой. Теңіздің суы булап, бұлтқа айналып, Судың физикалық құбылысы екен балалар. Ол судың физикалық құбылысы. Яғни бізде теңіз, мұхит, өзендердегі сулар қатты ыстықтан естілетін буға айналып, қайтадан бізге жаңбыр болып жауады екен. Жарайсыңдар. Енді шағыл неге көшеді? Шағыл деген не еді? Біз алдың сабақта Құм. Құм еді, біз сандықшаның астынан жазып алған едік. Шағыл деген ол балалар құм екен. Құм неге көшеді? Яғни дауыл болған кезде көшеді. Ал жарық неге көшеді? Айтамын. Тыңдаймыз. Электр тоғы. Дұрыс жұмыс жасамаса өшіреді. Жарайсыңдар балалар. Біз бұны жауаптарын таптық балалар. Енді қалған төртеуін үйде тауып келесіңдер. Түсінікті ма? Ал енді балалар, біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерлерді аша алыңдар. 47-ші жаттығу бізде сөйлемдер берілген екен. Біз сол сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдырып жазады екен. Бірінші болғандарда одан кейін тақтаға екі оқушыны шығарады. Тақтамен де жұмыс болсын балалар. Тақтаға кім шығарды балалар? Сабақтың басталатын уақытын осыны сұраулы сөйлемге айналдыруымыз керек екен. Және де орындайды. Қалғандарын орындарында отырып орындаймыз. Тақтадан бұрын орындаған оқушылар маған белгі береміз. Қалай болады? Бірінші айтыңызшы ма? Айтамыз. Сабақ қашан басталады? Дұрыс. Сабақтың басталатын уақытын дейді балалар. Сабақ Қашан басталады? Немесе қай уақыттан басталады, жаза беріңіз. Алғашқы оқушыны бағалай беріңіз балалар. Қазақ тілінде неше дауысты дыбыстардың санын? Қазақ тілінде қанша дауысты әріп бар? Бар, мына жердегі сөйлемнен ауытқымайды, жарайсың, отырalım. Біз бағалаймыз. Қасымхан, сен де өзіңе біреуін бояп 48. Бұл жерде тоқтай тұр. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы дейді. Қан оқимыз. Ақ терек, көк терек, біздің сізге кім керек? Ақ терек, көк терек, бізден сізге кім керек? Білімді де тәлімді болса сондай ұл керек. Назар аудар дейді. Бұл жерде бізде сөйлемдегі сұрау мағына беріп тұрған сөз қай сөз екен? Ақ терек, көк терек, бізден сізге кім керек дейді. Енді осы сөйлемді балалар өздеріне қарай жалғастырып көріңдерші дейді. Мен сендерден сұрап көрейінші, сендер маған кері байланыс айтасыздар. Ақ терек, көк терек, бізден сізге кім керек? Ақ терек, сондай болса Қыз керек, жарайсың. Білімді де ақылды, сондай болса құрастырғанда мен андай беремін. Мына топқа немен тақтамен жұмыс жасайсыңдар, анаграмма әдісі арқылы қолданасыңдар. Мына топтағы оқушылар сендер плакатқа балалар. Әр жерде жауыңғырт берілген, жауыңғыртта сөйлемдер бар. Сөйлемдерді суреттеріне байланыстырып жауыңғырт қыласыңдар. Түсінікті ма? Міне нан ішінде тұр. Нан ішінен алып, клейлерің бар. Бір-бірімен ақылдасып аламыздар. Кадр әдісі арқылы мына суреттерді сұраққа айналдырамыз. Дұрыс айтады. Сағат неше болды? Өте жақсы. Сабағымды оқыдым ба? Дұрыс. Екіншісі. Досымды шақырдым ба? Ол да болады. Досыңды шақырдың ба? Дұрыс. Қай жерің ауырып тұр? Дұрыс. Қай жерің ауырып тұр? Суреті дұрыс. Одан кейін Сенің мысығың ба? дұрыс. Неге жылап тұрсың? Дұрыс. Ал жай ырғақпен қатты айтыламаймыз, Бір, екі, үш, бойға жинап тұр.
ұнатасың ба? Жарайсың, сен сурет салғанды ұнатасың. Ал ең соңғысын оқи қой. Айлен. Әбілхан Қаштиев сияқты шөгетші болғым келеді. Сұраққа айналдырамыз. Тоқтай тұр, не ақты? Әбілхан Қаштиев сияқты суретші болғым келе ма? Жарайсыңдар, бәрекелді, өздеріңді бағалап. Фатима әжемнің көжесін ай дейді. Қайсыған жатады? Лептіге жабыстырамын. Жабыстыр. Тағы да, кел абыл. Бірінші балалар мәні болған, болмайынша сендер дайындалып отырыңдар. Шулап кетеміз, я? Түсініп, түсінбегенімізді балалар біз кері байланыс тыныс белгілері арқылы орындаймыз. Я? Тезді жинаған жабыстырыңдарды орындарына отырыңдар. Мен сендердің бағалау парақтарын көрейін, сонымен бағалап жіберейін сендер.